әріптестер бар. Жалпы бәріңіз де білесіздер, Ақтөбе облысы Алға ауданы Үшқұдық ауылдық округінің территориясында осы ауылдан 3 километрдей жерде жылына 4,5 мың тонна қуаттылығы бар ет комбинатын салу басталды. Қазіргі таңда онда әлі құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бұл осы қоғамдық тыңдау негізінен жаңағы экологиялық, санитарлық, технологиялық, логистикалық процестерді сіздермен ақылдасып, жалпы тыңдау өткізу. Бұл енді барлық кез келген құрылыс салынатын болса, ол міндетті түрде халыққа біз ескертеміз, айтамыз. Сондықтан осы жылына 4,5 мың тонна ет өндіретін үлкен кешен, бұл агропродукт девелопмент дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылысы негізінен басталып жатқан. Қанша миллиардқа салынған? 4 миллиардқа жуық қаржыға салынып басталып жатыр. Бұл бірінші рет жалпы Ақтөбе облысының территориясында ауылдық жерге салынып жатқан алғашқы мясокомбинат. Бұндай мясокомбинат көбіне ірі қалаларға салынып, біздің енді логистикалық қалаға жақындығы және бұл салынып жатқан жер болашақ Южный обход дейді ғой. Мына Қарақұдық Маржанбұлаққа соқпай, осы Южный обход трассы жүреді, жол трассы. Соның бойына салынып жатыр. Сондықтан біреулер ойлап жатыр кеше, бұл Мидалаға салып жатыр. Мидала емес, ол ертең соның жанымен Южный обход трассасы жүреді. Яғни қазір фуралар Ақтөбеде жаңағы Алаш проспектісімен жүріп жатыр ғой. Енді ояқпен жүрмейді болашақта. Бұл құрылыс 27 жыл басталады. Яғни біздің Үшқұдықтың территориясымен өтіп, Ақсазды арқылы через Бештамаққа, наливнойдың үстімен Бештамақтың қазіргі трассына барып қосылады. Сондықтан сол үшін салынып жатыр бұл мясокомбинат, сол жолдың бойына. Енді осының экологиялық жобасын жасаған эколог Қылышбаев Ғабит Ордабайұлы дейтін ініміз келіп отыр. Қазір өзі қысқаша айтып жібереді. Насчет мясокомбината сейчас он объяснит, Қылышбаев Ғабит Ордабаевич, насчет экологии. Вопросы, если будете задавать. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, бүгін осы жобаның экологиялық проектісін сізге таныстыруға келіп отырмын. Енді жаңа әкіміміз айтып өтті, қандай мақсатта есеп жатқан 4500 тонналық жылына ет комбинаты салынайын деп жатыр. Енді бұл жоба HACCP дейтін международный стандарт бойынша салынып жатыр. Бұл халал кәсіпорын болады. Бұл жерде мал сою пункті, қосымша үй-жайлар, тазарту пункті және биологиялық буландырғыш тоған салынады. Бұл исполнительдік жобада енді халықтарды қайтару мәселелеріне ерекше аударылады. Қуаттылығына айтып өттік, 4,5 тонна ең жақын тұрғын үй осы Үшқұдық ауылынан 3000 метр қашықта орналасқан кәсіпорын аумағынан. Жындығайым өзені осы объектіден 5000 метр қашықта орналасқан. 26-23 жылдары ластауыштар атмосфераға ауаға ластауыштар бөлу көздері болып жылжымалы электр станциясы, бульдозерлер, жер жұмыстары, топырақ және инертті материалдар себу, топырақ және инертті материалдар теу, ыстық битум мен гидроизоляция дейміз, дәнекерлеу, газбен дәнекерлеу, токпен дәнекерлеу, бояу және пластикалық құбырларды дәнекерлеу жұмыстар жатады. Жалпы 20-22 жылдары осы объекттің салу барысында атмосфералық ауаға 3,37 тонна жылына ластауыштар бөлінеді. Санитарлық ережелерге сәйкес объекттің санитарлық қорғаныштық аймағы 1000 метр, осы әсер ету аймағы 1000 метрді құрайды.
Бұнда жаңа шаңдарды бөлінетін ластаушақтардың әсерін төмендету мақсатында аумақты және жолдарды суару қарастырылған. Объекттің құрылыс барысында 250 метр куб жылына шаруашылық ауыз сулар бөлінеді және 7260 тонна техникалық сулар бөлінеді. Пайдаланылады. Қат тұрмыстық қалдықтар 26 жылы 11,9 тонна жылына бөлінсе, 27 жылы 10,6 тонна қалдықтар түзіледі. Бұлар келісімшарт бойынша арнайы орындарға жиналып, мамандандырылған кәсіпорындарға жіберіп отырады. Енді сонымен қатар осы объекттің қоршаған ортаға ластаушылықтар бөлінетін заттарын нормалау мақсатында нормативтер жобасы келтірілген. Бұнда енді ластаушылықтардың көздері болып мал сою және алғашқы өңдеу залдары, қосалқы өнімдерді бөлу, үю және санитарлық қайта өңдеу, ет, сүйек және қан ұнын дайындау, тазарту құрылғылары мен су бөлу жүйесі, жылу қазандығы мен жылудың резервтік көздері, қойма және мұздату аймақтары болып табылады. Жалпы осы объекттің пайдалану барысында 14 көз анықталған, оның ішінде 7 ұйымдасқан, 7 ұйымдаспаған. Жалпы 27-35 жылдары 46-да 5 тонна жылына ластаушылықтар бөлінеді, 29 атаулы ластаушылықтар бөлінеді. Бұл эндеманы жасау мақсатымыз жаңағы 27-35 жылдарға қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу. Осы эмиссиялар арқылы осы кәсіпорын тіркелген жеріне, яғни Алға ауданына налогқа салық түседі. Ауданына түсі ме? Біздің округке түсесің. Қазір неден қарап жүрмін компьютерден, точно айтып беремін. Біздің округке түскен жақсы. Осы ластаушылықтардың бөлінуін шашырау есебі эра бағдарламасы кешенінен анықталған. Осы бір ПДК-сы осы санитарлық қорғаныс аймақ шегінде қалады, 1 километр аймақта. Осы кәсіпорынмен өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қарастырылған. Осы 2027-35 жылдарға дейін жыл сайын 90 сайын квартал сайын деген ғой, тәулігіне 3 реттен атмосфералық ауа сапасын бақылау жүргізіледі. Неде кәсіпорын аумағында бұл инструменталдық және есептік әдіспен жүргізіледі. Бұны жүргізетін аккредиттелген лабораториялары бар организациялармен жүргізіледі. Содан кейін ластаушылықтар жаңағы есебі шығарылып 90 сайын МДБ экология дейтін республикалық порталға жарияланады және экология департаментіне тапсырылып отырады. Сондай-ақ жаңағы судың, топырақтың және атмосфералық ауа сапасына мониторинг жүргізіліп отырады. Осы отчет құрылып отырады. Сондай-ақ осы кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында іс-шаралар жоспары әзірленген. Бұнда 27-35 жылдарға әзірленген. Бұнда тазарту құрылғыларына техникалық қызмет көрсетіп отыру, территорияны жиі тазартып отыру, санитарлық қорғау аймағының 40%-ін көгалдандырып, оларға күтім жұмыстарын жүргізіп отыру. Бұл енді жыл сайын жүргізілетін жұмыстар. Сосын қалдықтар шығарып отыруға мамандандырылған мекемелермен келісімшарт жасасу, экологиялық үгіттеу және ағарту жұмыстарын жүргізуге қарастырылған. Сондай-ақ осы объекттің пайдалану барысында 27-35 жылдары келесі қалдық түрлері түзіледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар 2 тонна жылына, құрылыс қалдықтары 10 тонна жылына, электрод тұқылдары, сыр ыдыстарының қаптары, металл сынықтар және медициналық препараттар, жануарлар фекалиялары, майланған шүберек, сондай қалдықтар түзіледі. Бұл қалдықтарда келісімшарт бойынша мамандандырылған кәсіпорындарға шығарылып отырады. Ал мына мал қалдықтары мысалға көң дейміз жаңағы нелер. Олар удобрениеге, егіс алқаптарына неге пайдаланып отырады? Құнарландыру үшін. Сондай-ақ шектеуді рұқсат етілетін тастандырған нормативтері әзірленді. Бұл жерде жаңа айтып өттім. Мал сою пунктінде бүкіл қалдықтар, фекалиялар, сулар барлығы дейтін бір жерге жиналып, тазарту құрылысына жүргізіледі.
сол жерде бірінші ірі қалдықтар түзіледі, одан кейін жаңағы обратный осмос дейді, сосын жаңағы анаэробный очистка дейді. Сол нелерден өтіп су буландырған суға түседі. Бұл су буландырған суға түсетін су мал суаруға неге пайдалануға болады, еден жууға және басқа да нелерге пайдалануға болады, бірақ ішуге келмейді. Тастамдардың жыл сайындық нормативтік көлемі 16,5 тонна жылына. Тазарту құрамында уасы бірлейтін жаңағы анаэробтық реактор бар, бұл да қолданылады. Бұл органикалық заттардың тиімді таралуына септігін тигізеді. Қысқаша баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қоя беруіңізге болады. Мына жаңа айтып отырсыз ғой, экологиялық не бойынша. Көгалдандыру жұмыстары соның айналасына ғана жүреді ме? Елге дейін ауылға? Көгалдандыру жұмыстары санитарлық қорғау аймағында жүргізіледі. 1000 метр қашықтықта соның примерно 40% көгалдандырылады. Сондай-ақ кәсіпорынның аумағында жүргізіледі. Егер елді мекенге қажет болса, жасыл еріктермен мүмкіндік бар сізге көмектесуге. Біздің арамыз қазір 3 километрге көгалдандыру жұмыстарын жүргізсе, ол да пайдалы. Оны қазір неге жазып қоямын, протоколға етейін. Жалпы мына мясокомбинат тәулігіне 10 тонна 10 тоннаға дейін өңделетін оралған ет өнімдерін шығарады. Яғни оралған ет өнімдері сонда не болады? Колбаса, шұжықтар, сондай шығар. Колбаса, шұжықтар, сосын мясный муколит жаңағы. Ассалаумағалейкум. Кешіріңіз, есіп сақтаған қалмақ жоқ. Толығыстар елдеріне мен мына жерде баяндамаларын тыңдап отырмын, менде сұрақтар болып тұр. Негізі экологиялық жоба халықпен өткізу керек. Өткізілді ме ол? Жол басталмай жатып өткізу керек. Өткізілді ме? Өткізілген кейін құрылыс жұмыстары басталды. Енді ары қарай жаңа баяндамада сіз толықтай көшіп жатырсыз. Отходтар белгіленіп жатыр. Ар жаққа салынады, бер жаққа салынады. Біз қазір 21-ші ғасырда тұрып отырмыз. Мына жерде экран шығару керек. Бізді мына қараңызшы онлайн трансляцияда қаншама адам қарап отыр. Мен сол қаладан естіп, мысалы жалпы сол үшін келіп отырмын. Халыққа мына жерде түсінікті жұмыстарын өткізіп, сіз қазір кәсіпкер ретінде сөйлеп отырсыз. Эколог жобасы болғанымен сіз кәсіпкер ретінде сөйлеп отырсыз. Сіз сол жобаны тегін жасап жатқан жоқсыз. 21-ші ғасырда тұрғасын біздер толықтай мына халыққа құрмет көрсетіп, толықтай экранымызды шығарып, жобаға дайындалу керек. Мына қағазбен келе жатқан тым ұят. Экран жаңағы үзіліп қалып тұрды арасында. Енді ол біздің мәселе емес қой. Ол сіздің проблемаңыз. Сіз сол үшін ақша алып кешіресіз, жекеңізге кіріп жатсыз, бірақ шынымен де солай. Мына жерде қазір сіз отход туралы айтып отырсыз, халыққа бәлкім түсінікті шығар, бірақ сырттан онлайн қарап жатқан біз сияқты келіп тұрған адамдарға ол түсініксіз. Менде мынандай сұрақ. Мына жобада қалдықтарды өндіру процесі қалай жүреді? Бостан бос жата ма, әлде бірден сразу өндіруге кіре ме? Құрылыс барысында пайдаланылмас қалдықтар ма? Жұмыстың кезінде, қосылған кезде. Бұл сіз нені айтып отқан шығарсыз, мал қалдықтарын. Мал қалдықтары. Бұл жерде жаңағы 95%-қа дейін өндіріледі негізі. Қалай өндіріледі? Сіз сол туралы айтып отқан жоқсыз ғой. Қай жерде өндіріледі ол? Мұнда технологиялық процесстер бар мұнда. Не алса, соны мына не онлайн немен салу керек. Біздің экран істемей тұр ғой, да? Экран сол себепті. Бұл жерде былай ғой, бауырым енді Сазды ауылынансыз. Енді бұл округтың өзінің территориясына салынып жатқаннан кейін біз жергілікті халықты жұмыспен қамту, бұл бір экологиялық мәселені міне қазір айтып жатыр. Бұл үшін бұл барлығына халыққа бір жағынан зиянды тимеу керек. Екінші жағынан халықты жұмыспен қамту. Бұл қазір ең құрығанда 20-25 адамды жұмыспен қамтиды. Кешіресіз. Сіз осы жердің әкімісіз ғой? Сіз атын жөнін айтқан жоқсыз да просто? Енді жалпы айтып тағы сырттан келіп жатқан біз сияқты адамдарға біреуден сұрап отырған ұят болды. Сол себепті таныстырып жүрсеңіз жақсы болады. Мен есімім Абайбек Абдуғапарұлы. Сіз шығарсыз сырттан келіп жатқан.
кезінде құс фермасын салуға қарсы болды. Ол отказ бергізді. Осы араға да салғызға, осы мына 4-5 километр жерге салғысы келді. Оның жартысын ұмытқа жаңағылардың саздалуына салғысы келді. Осының барлығына оны өткізген кезде біз қарсы болдық. Себебі ол құс несі бөлек ол. Өйткені экологиялық несі зияны ол өте зиян не болатын көпті. Оның өйткені көрінді 41-дегі іш тамақтағы жағдайлары. Ал енді мен сізге айтып, ол енді меніңше ертеңгі күнде халыққа жағынан бізге логистика жағынан да ол ертең тиімді болады. Екіншіден жұмыс күші. Сен көкем айналайын қазір осы ауылдың неше адамды жұмыспен қамтитын шаруашылық осы жақтан аша аласың. Ешкім аша алмайды мысалы. Қазір қаншама адамды біз биржамен тек қана қоғамдық жұмыспен ғана қамтып отырмыз. Әзірге 10-15 адам. Ал ол сол 10-15 адамды ертең осындағы жұмыспен қамтыса, қаншама адамның жағдайына алады. Қазір айлық қой, былай қарап отырсаң, көбісін қалаға қатынап жұмыс істейді. Осы ауылдың 80% қалаға қатынап жұмыс жасайды. Неге? Жұмыс көзі болмағасын. Ал жұмыс көзін ашатын болса, ол енді бір жағынан қай нәрседе де қиындығы да болады, оның жаңағы пайдасы да болады. Екеуі қатар жүреді. Кез келген бәрі жаңағы теп-тегіс не болуы мүмкін емес. Ол қай уақытта да дәлелденген нәрсе экономика. Сондықтан елдің экономикасына, ауылдың экономикасына, салыққа ертең. Қазір осы ауылдық округтен тек қана халықтың транспорттың мүлік салығымен ғана күн көріп отыр. Көшенің освещение, улица. Көше жарықтарын тек қана сол салықтан түскен нелермен ғана төлейміз. Ауылдық округ бойынша. Ал енді осындай қосымша жұмыс көздері ашылып жатса, оның енді әрине зияны болатын болса, оның жаңа ертеңгі күнде көптеген қауіпсіздікті не болатын болса, ол әрине ол кезде облыста, ауданда, аудан әкімі де мысалы ол кезде оған жол бермесе. Кешіріңіз, мен ешқандай қарсылығы жоқ. Мен бұл кісілерге... Мен сізге түсіндіріп жатырмын, жалпы. Сіз ауылдың ауылды, мен сізге сырттан келгесін айтады. Осы ауылдың қаншама адамы жұмыс, қаладан қатынап жұмыс істейтіндігін. Потому что сен келіп аш, пожалуйста. 20 адамды жұмыспен қамтитын бір кәсіп ашшы. Пожалуйста, біз қарсы болмаймыз. Айтып та жатырмыз. Аукционға да шығарыватырмыз. Елде, мысалы, кез келген адам кәсібін ашып, халықты жұмыспен қамтыса, кім қарсы болады? Ешкім қарсы болмайды. Қазіргі біздің бірінші мақсатымыз халықты жұмыспен қамту ең бірінші. Ол екінші экологиялық несін айтып отыр. Оның енді зиянын бәріне әлі де тексеріледі. Бүгін міне осы нүкте қою емес, әлі болады. Бұның алдында да болды осы бастар кезде құрылысты. Өйткені бұл облыстың проектісінде бар, ауыл шаруашылығы басқармасы болсын, біздің аудан болсын, жаңағы кәсіпкерлік палата болсын, атамекен. Барлығының өзі несіне өткен нәрселер ғой бұл. Бұл жерден жаңа ешкім дау атқан жоқ. Америка тауып. Сіз жаңа құс ферма туралы айтып отырсыз ғой? Иә. Куәгерлер бар, мына жерде отырған, танитындар ма, танымайтындар бар. Құс ферма бас аяғына дейін жүрегім өзім кетті. Қаланың қалуымен министр экологияға барып, жеке қабылдауына кіріп, осы мәселені тоқтаттық. Изначально өзімізді қарсы болдық. Халықтың ойын ешкім тыңдаған жоқ. Мына медакадемия конференция залында сол жерде министр экология келген кезде халықпен кездесу болды. Сол жерде осы мәселені жеткізіп, толықтай қорғап шыққан өзім осы сіздің алдында тұрған. Сіздің жұмыс жаңа сақтаған қалмаз болады. Егер де жаңағыдай сұрайтын болсаңыз, облыстық басшылардан болсын, аудан басшылары, қала басшыларынан сұрасаңыз, мен аты жөнін айтсаңыз, сізге айтады кім екенсіз. Сол себептен сен өзің айтып тұрған жоқсың, кім екеніңді. Иә, енді мен сізге түсіндірейін. Мен сізге ешқандай қарсылығым жоқ. Мына салынып жатқан жобаның қарсылығым жоқ. Қарап шықтым.
менде сұрақ мына кісілерге. Бұлар жұмысты толықтай ақтамағанына мен көңілім толмай тұр. Себебі неге десең, осылай экологиялық жобалар толықтай халыққа жеткізбегесін, кәсіпкерлер толықтай өздерінің міндеттерін орындамайды. Ертең сіз айтқандай мына жерде Южный обход трасса болады. Южный обход трассының бойында жатқан боқ жатады. Қаншама сыртқы елдің азаматтары өтеді. Жаңадан салынған нәрсе, мына қазақтар дұрыстала ма, дұрысталмай ма деген сұрақпен жүреді. Бұл жерде трассаның бойында алған тоғалар мысалы ол өздері тазартады. Мысалы міне Ақтөбе Балғақ Шұбар, оның жолдың бойын тазартатын. Соны алған адам ол жол бойын тазартады. Биштамақ Ақтөбе, оның да жол бойын. Жоқ, жаңа айтып жатсың ғой, жолдың бойын басшы жатады. Отходтар қайқа барады? Қайқа барады? бұл отходтар деген өздерінің специальный орындары бар. Қай жерде орны? Өздерінің территориясында болады. Иә. Территорияда болады. Жаңағы металл сынықтар, қыты олардың бәрі контейнерде арнайы ыдыстарға жиналады. Жаңағы отходтар неге удобрениеге пайдаланады, немесе шығарып алып кетеді поляларға. Енді мысалы қаны бар малдың, дұрыс па? Олардың бәрін жаңағы костный мукамен жаңағы обработка істейді. Қанды сүйекті обработка істейді. Енді қараңызшы, 1 гектар ғана жер беріліп тұр соларға. Дұрыс па? 10 мың шаршы метр деп тұр ол жер. 10 мың шаршы метрде 1 гектарда күніге 10 тонна деп тұрсыз, мал. Тәулігіне 10 тонна. 10 тонна мал, бұл неше ірі қара сойлады? Күніге. Мысалы, ірі қара мысалы, соның қаны, соның қалдықтары, боғы бір жерге үйіледі ғой, 1 гектарға симайды бұл. Оның орны белгіленбесе, ол 1 гектарға симайды. Костный мукамен араластырғаннан кейін неше уақыт керек соны удобрение болып кету үшін? Оны удобрение беру үшін де поляларға неге пайдаланады? Жоқ, сұрақты дұрыстап түсіну. Мына қалдықты қанды, малдың қалған қалдығын костный мука қылдыру үшін қанша уақыт кетеді? Бүгінгі сойған малдың. Где-то бір 3 күнде кетеді оған. 3 күнде кетеді. 3 күнде 30 мың тонна малдың етін шығару үшін. Неше бас мал сойып, сол боқты қаяққа үйеді? Жоқ, боқ дейтін бөлек қой. Костный мука дейтін ол бөлек. Бірақ енді жалпы боғы қайда үйіледі? Қаны қайда үйіледі? Боғы өзі жаңағы мал ұстайтын жерлерде үйіледі, жанынан үйіледі. Содан кейін барып үйіледі. Қандары барлығы дейтін жаңағы фильтрация іште жаңағы оборудование болады ғой, су тазартатын. Очистной сооружение. Бұл Ақтөбе облысында жоқ ондай очистной сооружение. Сол очистной сооружениеге жіберіліп, сол жерде тазартылады. Енді сіз өзіңіз тыңдап отырсыз, мен сұрақтар бәлкім мен өзім дұрыс емес деп жатқан шығармын, айтып жатқан, бірақ та халық түсіп тұр ғой мына жерде. Боқ 3 күн малдың боғы, 1 ай малдың боғы, бір жаққа келген кезде ішінде қарнынан шыққан малдың боғы. Біраз болады ғой. 1 гектар жерге ол симайды. Орны қай жерге белгіленді ол? Ол солаймен жата ма далада? Территорияның ішінде белгіленді. Енді 1 гектарға симайды ғой, ойлаңызшы. Неше уақыт жатады? Келісімшарт бойынша. Неше уақыт жатады? Шамадан асып кетсе, ол толған мезгілде шығарылып отырады. Енді соны толықтай жеткізу керек. Халық мына жерде жаңа отырғаныңыз, халық айтады да, есі түбі келеді ғой дейді да олға. Енді қазір біздер осындай дамыған заманда тұрғасын, толықтай сіз соны жеткізу керексіз ғой. Сойылған малдың боғы күнделікті тәулік бойы шығарылады. Күнделікті жаңа малдың қалдығы күнделікті аппаратқа салып, күнделікті обработка жасалынады. Бұны сіз видеоға көрсетіп жатсыз ба? Жоқ. Сіз тек оқып жатсыз, сізді ешкім түсініп жатқан жоқ мына жерде. И тура солай мына жерге сұрақтар туындайды да. Оны сіз түсінбей жатқан шығарсыз, мен түсінікті қылып айтып жатырмын барлығына. Мына видео нелер, слайдтар бар. Слайдтар бар. Халыққа ауылдың чатына, инстаграмға өздеріңіздің жаңағы негелеріңізге салыңыз. Оларды мен қазір сізге салып жіберермін да. Жалпы мына жігітке де салып жіберді. Жалпы біздің қазіргі мақсатымыз осы барлық нені түсіндіру, жеткізу. Әрі қарай оны ертең өзі тағы да әлі бұл бірінші соңғы нүкте қойылған нәрсе емес. Әлі талай тыңдау болады. Себебі осының барлығы ертең жаңағы сол құрылыстағы қауіпсіздік саласы болсын. Ертең жаңағы билік инспекция жұмыстан қабылдау қалай болады? Осы мәселелерді олардың алдына ертең себебі халықты ең бірінші осы округтегі азаматтар жұмысқа қабылдау. Бірінші очередь. Потому что сырттан алмай қазір қаншама жұмысшы бар. Техниканы айдайды, жүргізуші де бар. Соның барлығын осы елден алу. Өзінің ішінен округтен.
әрі қарай айлық жалақысы, оның барлығы бұл енді жайлап реттелетін система ғой, жүйе. Осы керек бізге түбінде. Жаңа мен айтып өттім да, іс-шаралар жоспары жасалып жатыр да, оны экологияға тапсырамыз деп. Сол іс-шаралар жоспарының ішінде бір пункт бар. Қалдықтарды шығарып алып кетуге келісімшарт жасасу деген. Оны біздер орындамасақ, оны біздер тексеріп жұмысымызды тоқтатып тастайды. Сол себепті біздер ол пункті бар ішінде. Озеленениемен қосып, әр қалдықтарды келісімшарт бойынша лицензиясы бар организацияларға тапсырып отырады. Жаңағы отходтар болсын, қандай отходтар болсын, сондай келтірілген. Вообще жалпы Ғабит, мына көгалдандыруды соған көбірек қосу керек. Себебі жалпы сол территорияның айналасын барлығын жасылдандыру, тіптен ауылға дейін жасылдандыру мәселесі. Себебі сол территорияда қызмет жасап жатқаннан кейін, сол елде жаңағы осындай құрылысты бастап жатқаннан кейін, сол елдің көгалдандырғаны ол бір жағынан өздеріңе де жақсы, экологияға да жақсы. Оны қарап Жасыл дүниенің ортасында осындай құрылыс тұрса, ол кімге жаман? Ол жасыл міндетті түрде ол керек. Айналым мал базарды көрдіңіздер ғой, да? Қаланың дәл ортасында тұр мысалы. Батысқа 1 километр. Соны міндетті түрде мысалы қосыңыздар. Өйткені ол кез келген біз көгалдандыру бірінші қазір таза Қазақстан деген өзінің акцияны көріп отырсың ғой. Ол сол көгалдандырудың бірінші несі содан басталады. Айналасындағы тазалық, халыққа әкелетін жақсы не мүмкіндік қой. Сондықтан мал базарының айналасын көріп отырсыздар ғой. Жұтаң. На самом деле кезінде соның айналасында сондай экологиялық не болғанша, құдай білсін енді, оны біз білмейміз ғой, мал базары айтқан болғанды. На самом деле көгалдандыруды бірінші очередке алу керек. Айналасына жаңағы халық көргенде соның ауасының, соның жасылды көріп ақ демалатындай болу керек қой. Экология деген сол. Біз экология деген сөзді айтқан кезде ойлаймыз, кілеміз зиян нәрселер жоқ. Экология деген тазалық бұл. Бізге әкелетін жақсы не бұл? ескертулерді енді хаттама тіркеледі. Сосын жалпы біздің қазіргі біз неге, мысалы қазір президенттің өзі мынандай тапсырма берді. Бауырым жаңағы өзі де білетін шығар. Кез келген облыс әкімі, аудан әкімін мына елді халықты қамтамасыз ету үшін инвестор іздеңдер. Президенттің өзі облыс әкімі, аудан әкімі, жақында Асхат Шақаровтың өзі біздің қаншама аудан әкімін алып Қытайға барып кетті. Оның ішінде біздің өзіміздің аудан әкімі Шүншәлиев, Асланбек Серіковичтің өзі барып қайтты. Сол инвесторлардың, солардың барып келгеннің арқасында қазір Алғаның бұрынғы хим заводының орнына Қытайлар цемент заводын ашайын деп отыр. Ол да бірнеше тыңдаулардан өтіп жатыр. Кока-коланың заводымен келісіп келді. Ол мысалы не үшін? Сол халықты жұмыспен қамту үшін. Халыққа жаңағы жұмыс тауып беру үшін. Біреуді байыту үшін әкеліп отқан жоқ, сол кәсіпорын арқылы халықты жұмыспен қамту. Біздің де ертең мақсатымыз, міне жаңа айтып отқан сол ғой. Осы арада міне қауымдастық төрағалары отыр. Міндет ертең күнде осы кәсіпорын жұмыс жасаса, дұрыс экологиялық бағытпен халыққа қауіпсіз қызмет жасаса, соның салығы тек осы округтың несіне түсуге, округтың экономикасына жұмсалуға. Менің ең құрағанда 25-30 адамды жұмыспен қамтыса, бізге үлкен соның өзіне пайда. Ең бірінші қазір ойлаңыздаршы қазір. 20 мыңнан 40 мыңнан ешкім жұмыс жасамайды. Мына жерде 2-3 крестьянский хозяйство отыр. 350 мың беріп тракторист мысалы таба алмай отқан хозяйстволар бар. Қашық, оған ешкім бармайды. Мына ауылдың қасында қазір 35 километр, Ақтөбеге 35 километр жер, біздің ауылдың 80% қалада жұмыс жасайды. Не үшін? Семьясын асырау үшін. Міне осындай жағдай. Жаңағы экологиялық талаптар дұрыс айтасың. Сол талаптар бәрі орындалу керек. Сіздің қағаздағы
әдемі жазылған болса, сонда ертең жүзеге асқанда да солай асуы керек қой жүзеге. Бұны жаңа мен айтып өттім, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы жүргізіледі. Ол дейтін 90 сайын жүргізіледі. Сол кезде барлық нелер есепке жазылып, экология департаментіне порталға тапсырып отырады. Осы арада енді уақытымызды алмай, мына жігіттің ұсынысы, неге инстаграмға салыңыздар, слайдтарыңызды, видеоларыңызды. Біз енді кешірім сұраймыз, біздің экранымыз мына шамалы істемей қалып тұр. Қартылай несі. Қайда, Азамат қайда? Осыны бір алсаңдаршы табысы. Болмаса басқа экран дайындатыңдар. Сіздерден сондай ұсыныс болмаған. Мына жерде былай болып, халыққа толықта ақпарат алдын ала жеткізу керек. Себебі неге десең, біз сіз сияқты маман емеспіз. Мысалы, сіз экологиялық мамансыз. Бізге бір нәрсені түсіну үшін зерттену керек. Зерттену үшін ақпарат керек толықтай. Мына халыққа толықтай ақпарат берілмеген соң халық зерттей алмайды. Алдында салынып жатыр ғой, алдын чаттың. Енді жалпы уже міне бәрі басталды. Соны ауылдың чатына салып, кім неше чат бар ауылда? Кім? Диана? 5-6 чат бар ғой. Диана бар ма? Сол ауылдың чаттарына салыңдар. Даже біз ауданға салайық. Мен мана мысалы осының болатын біз ауданға бір ай бұрын салып беретінбіз. Аудан нелерінде шақырып, селхоз отделінде. Кесесіз. Мына осы объявление болатындығы хабарламада осыдан бір ай бұрын экологиялық порталға салынды. Бұны Қазақстан Республикасының кез келген азаматы көреді. Енді экология ретінде бүкіл проектілер тұр. Сондай-ақ табиғи ресурстар басқармасының порталында тұр да. Өттік порталға салмай, мұна тыңдау никогда болмайды. Қарайта, оны мен қазір сізге. Яна біз алғашқы салдық. Бір айдың көлемінде салдық. Бір ай жарымның көлемінде салдық. Қайта салдық. Порталға да өздері салып атқан шығар енді. Біз шаруасына енді порталдарына салып атқан жоқ. Бірақ негізі ереже бойынша, заңдылық бойынша сіздер салып отырыңыз. Даже қазір хаттаманы да оған қосып артында жаңағы ұсыныстарыңыз бар, сұрақтарыңыз бар. Соны көп балалар сол порталға саламыз. Может, олардың да ссылкасын жіберіп қоярым сіздерге. Ауылдың чатынан көріп отырасыздар. Соның ішінде бір танысасыздар. Әрі қарай айтыңыз. Жалпы енді түсінікті ғой да, бізде орыс басқалық өкілдері бар. Қысқасы айтшы. Экологиялық бойынша. Жаңа мынаны міндетті түрде Диана қазір ауылдың чаттарына салды, слайдтарын. Мына жігітке де жіберді, қазір номерін алып қойған кезде. Жалпы портал бойынша да беріңдер, көрсін. Қазір халық сауатты ғой, қараңдар, потому что біз кешеде мысалы аукционға жер шығарып жатырмыз, екі жерде. Оны халыққа да жіберіп жатырмыз. Кәсіпкерлік бағытта екі жер шықты ауылдың ішіне, аукционға. Соны порталға да салып жатырмыз. Біреулер айтады, ой, порталыңды білмейміз біз. Оны салмасақ біз тағы болмайды. Ауылдың несіне де салып жатырмыз. Не жер, не алған жер, не салу керек, кәсіпкерлік мақсатта салу керек. Әйтеуір жын ойнақ салмайсың, қалған бәрі салуға болады. Сол ғой. Оны көбісі кейде түсінбейді. Үй салып алсам қалай болады деген сияқты әңгімелер жіберіп отырмыз. Кәсіпкерлік мақсат дегеннен кейін, я оған монша салыну керек, я дүкен салыну керек, я болмаса жаңағы шиномонтаж салыну керек, я болмаса жаңағы басқа да кәсіптің түрлері бар ғой, соны салу керек. Біреуі 60 соттық, ұмытпасам, кешегі жер шығып жатқан жері 60 сот, біреуі 10 соттық жер шығып жатыр. Желмая және Атамұра көшелерінде. Оны неге шығарып жатыр? Сол халық очередь бізде екі бастан 500-ді 1000 участок очередь бар. Осыған тартып алынған жерлерді біз аукционға шығарамыз. Ол өйткені кезінде сол жерлерге салынбаған, салыну керек нәрселерді салынбаған үшін біз оны аукционға шығарамыз. Қаржысы бар адам алады, құрылыс жүргізуіне толық құқылы. Кез келген адам. Оны жалғыз үш құдықтың адам емес,
кез келген Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады аукционға. Оны ана біреулер айтылды, ертең сырттан біреу алып кетеді деп. Ала берсін, кәсіп салам деген адам алады оны. Жасаймын деген. Сондықтан қай нәрсенің де екі ұшы болады ғой. Ертеңгі осы ясы кабинет салынып басталғаннан неше түрлі ертеңгі күнде жаңағы әлі қиындықтар да болады, жақсы жақтар да болады. Себебі ол қай құрылысында жүретін солай. Кеше мысалы бізде ветпункт салынып отыр ғой. Облыс бойынша бірен саран осындай округтерге салынып отыр. Ветпункт. Біреулер айтады, ветпункт неге керек? Ветпункт керек, ол талап, сол заманның талабы ол. Сондықтан осындай мәселелер ғой, ертеңгі күнде айтылады. Ол жаңағы экологиялық міндетті түрде бұл қатаң қадағалауда болу керек. Шамиляға Зарбақа үнемі мысалы ертең жер аяқ кеңсе барып контроль жасауға да болады. Біздің қауымдастық бар, аналар кеңесі бар, ақсақалдарымыз бар. Міндетті түрде барып қарауға болады. Біздің азамат. Себебі арнайы комиссия құрайды. Қарайық, біздің талаптар орындалып жатыр ма ол? Осының бәрін қарау керек. Порталға салып жібердім бе осы сізге? Оны чатқа жіберіп қоясың. Бар ма сұрақ басқа? Үй бойынша. Жоқ. Енді әлі талай бұлардың басшыларын шақыртамыз. Ертең мысалы, жүзеге асып жатқан кезде оның әрі қарай қалай қалыптасады? Ең бірінші, сол біздің талаптарға сай жүру керек қой. Экологиялық талаптар. Оны экологияның жалғыз біздің ауданның экологтары емес, ертең облыстың экологтарын шақыртамыз. Кеше СЭС-тің де басшысына звондадым. Ертең өзі келіп тағы да хабарласады. Кімге жібереді? Ауылдың несіне жіберіп отырмын дейсің. Қалған сөйтіп. Сонда бәрі орысша қазақша бар ма? Онда как раз ана жіберейік соларға. Русский язычный нелер отыр ғой. Жақсы онда. Басқа сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ болса, онда рахмет келгендеріңізге. Ауылдың чатына, жаңағы басқа да біздің Үшқұдық әкімдігінің инстаграмына саламыз. Фейсбук бар, инстаграм бар. Жаңағы сосын тиктокқа салмаймыз. Қалған бәріне саламыз. Ана біреу